ақ парағын шәкірт санасына дарытып, жарқылдаған жасын мен селдеткен ақ нөсерден адамзаттың пәк жанын арашалау ұстаз атының құдіреті. Күллі әлемді қараңғылық басқан шақта шәкірт шырағын жаққан, жер жаһанға білім тұмарын таққан ұстаз есімі тағдырдың төрінде алтын әріппен жазылары анық. Алдына келген оқушыға бағыт бастауы болып, жүрек түкпірінен асылды тапқан ұстаздар сіздерге жер мен көк, көл мен шөл, даңғайыр дала басыйып, санасына сәуле дарыған адамның барлығы құрмет көрсетеді. Қаланың сәулесі жағып, ошы қияры жоқ, көк теңізге білім кемеспен сапар шегу, ұстаздық жолдың ұлы мұраты. Білім биігіндегі ұстаз салған даңғыл жолдың жалғасы ол
бүгінгі оқушы, ал өз шәкірттеріне өмір теңізінде білім атты кемені ұсынған әрбір ұстаз зор құрметке лайық. Қымбатты қонақтар, қадірлі ханымдар мен мырзалар, ұлт бағдары болған ұстаздар күні баршаңызға құтты болсын! Есенсіздер ме білім саласының мамандары? Ұстаздық ұлы есім болса, сол тұғырдан орын алған әрбіріңізбен бүгінгі мерекелік іс-шарада қауышқанымызға біз өте қуаныштымыз. Қош келдіңіз, Ғани Бектайұлы. Мереке құтты болсын. Қадірлі ұстаздар, әріптестер, қонақтар, сіздерді кәсіби төл мерекелеріңіз 5 қазан ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Дәл осындай марапатпен Астана қаласы Ақан Құрманов атындағы нөмір 17-ші мектеп гимназиясының математика пәні мұғалімі Малыхина Наталья Геннадьевна марапатталады. Наталья Геннадьевна, поздравляем вас искренне с этой наградой. Құтты болсын. Келесі марапат иесін сахна төріне шақырамыз. Ақмола облысы Қосшы қаласы Қосшы мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Өмірзақ Жұлдызбек Өмірзақ қызы марапатталады. Астана қаласы нөмір 22-ші мектеп гимназиясының химия пәні мұғалімі Шыңғысова Дина Арғынбек қызы марапатталады. Саринамдағы нөмірі 37-ші гимназиясының биология пәні мұғалімі Төлеубаева Гаухар Төлеубай қызы марапатталады. Ғани Бектайұлы естелік суретке түсіп алайық. Ал, құрметті ұстаздар, әріптестерімізді тағы да бір шын жүректен қошемет соғып құттықтап қояйықшы. Мереке құтты болсын баршаңызға. Менің ойымша, әрбір шаңырақта отбасында бүгін дүбірлі той, жалпы ал біз ұстаздарды ұлықтауды одан әрі жалғастырамыз. Құнанбайұлы атындағы нөмірі 87-ші мектеп гимназиясы. Мінеке жанкүйерлер қандары керемет 87-ші мектеп гимназиясы қошеметтеріңіз. Астана қаласы әкімдік грантымен марапатталады. Дәл осындай марапатпен техникалық және кәсіптік орта білімінен кейінгі білім беретін үздік ұйым Астана қаласы Астана политехник жоғары колледжі марапатталады. Гранты қошеметтеріңізді аймаңыздар. Естелік суретке түсуге шақырайық. Шын жүректен құттықтаймыз грант иегерлерін. Көп рахмет. Негіз мақұлы сахнада қалуын сұраймыз. Біз марапаттауды одан әрі жалғастырайық. Ал грант иегерлері. Ал енді ұстаздарымызды құттықтап қойыңызшы, әріптестер, шын жүректен құттықтап. Қошеметтер. Дәл осындай марапатпен Астана қаласы әкімдігінің Райымбек Батыр атындағы нөмір 53-ші Қазғарыш мектеп лицейінің ұстазы Болатбаева Сәуле Мұратбек қызы марапатталады. Сәуле Мұратбек қызы, құтты болсын марапатыңыз. Ал жалғастырайық, келесі марапат иесі. Астана қаласы әкімдігінің нөмірі 43-ші қосымша білім беру мектеп орталығының ұстазы Қалмұрзаева Жұпаргүл Ақсайын қызы марапатталады.
айқай шу дегенде бәрін айқайлап шапалақ ұрдыңыздар. Ғалымжан Назерке дегенде неге айқайламадыңыздар, шапалақ ұрмадыңыздар? Көп рахмет, әзір қалжың. Мереке құтты болсын, құрметті ұстаздар, тағы да. Мен айтып тұрмын, біз толқып тұрмыз. Расымен де, себебі біз үшін ұстаздардың алдында өнер көрсету, мерекелік концертті жүргізу үлкен мәртебе. Оның үстіне Ғалымжан әр сөзімізді саралап, сүзгіден өткізіп, сөйлеп тұрған жайымыз бар сіздердің алдарыңызда. Алайда ханымдар мен мырзалар, біздің білім атты Ақжелкенді кемеміз өз сапарын әрі қарай жалғастырады. Біз мінген бұл кеме тек оқу мен білім, ғылым мен ізденістің алтын ұясы ғана. Армысыздар, ардақты ұстаздар. Ғалымда, шахтерда басиетін, ұстазым бар сенің қасиетің. Құрметті қасиетті ұстаздар, мен сіздерді бүгінгі ұлы мерекелеріңізбен құттықтаймын. Елдің болашағы жастың қолында, ал жастың тағдыры ұлағатты ұстаздың қолында. Қазақстанның болашағын жарқырататын жастар аман болсын, ал жастарды, балаларды мәңгі тәрбиелейтін ұлағатты ұстаздар мықты болсын. Қазақстан сені сүйем, Қазақстан. Көзің
Pretty picture. Come on! Oh my God. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, you kinda like to be. Pretty woman, I don't believe you. You know the truth. No one can do as good as you.
Балалар, қалайсыздар? Жақсыздар, бүгінгі тақырып өте оңай. Сонымен, дайын болсақ, біз бастаймыз. Сонымен, менің атым Қожа. Бердібек Соқпақбаев. Қожа өте алғыр, ақылды, тапқыр бала. Тапқырлығы соншалық, кітапқа кезекке тұрмас үшін бір айласын асырып, бірақ Майқанов апайға салып қалады. Оның үстіне апайға әзілдесемін деп бақалып келген мектепке. Сол бақалының кесірінен тек Қожа аталады. Ал мектептегі ұнататын қызы Жанарда ренжітіп алады. Бой ойнап отырып ренжітіп қалады, үстіне сия төгіп алады, білім істемегені жоқ. Ал бұл мектептегі оның басы қарсыласы мақтаншақ Жантас. Енді әкесі өскен Қожа өз анасын Қаратай деген кісіге қызғанады. Сондықтан да барынша үйге келмеуге тырысады. Керісінше түзде жүреді, ал түзде Сұлтан деген тентек досы бар оның. Екеуі балыққа барады, жайлауға барады, түрлі айла тәсілдер жасайды. Бір күні екеуі тойдағы күресеміз, жүлдені екіге бөліп аламыз деп келіседі. Сөйтіп күресіп жатқанда ол айласында болмай қалады. Өкінішке қарай оны барлығы біліп қояды. Әсіресе анасы өте қатты ренжіп қалады. Негізі енді біздің Қожа өте бір бұзық тентек бала десек те, негізі арманшыл жан. Өте қатты армандаған жақсы көреді. Ол ұшқыш болғысы келеді, пилот болғысы келеді. Және сол ұшағымен өзінің ауылына барып қонғысы келеді. Бұл оның арманы. Арманын жүзеге асыра ма, жоқ па, енді күнде түсінде көреді. Ал дәл қазір оны мектепте жиналыста мектепте шығарғысы келіп жатыр. Тек сыныптасы Жанар ғана жанталасып оны шығармауына өтініп тұр. Және директор Ахметов оны мектепте шығармауға шешім шығарады, шешім қабылдайды. Солай Қожа қуанғанына мен енді тентек болмаймын, бұзық болмаймын, бар айтқанымды істеймін, анамның үмітін ақтаймын деп уәде береді. Ал тентек досы Сұлтан өз үйіне қайтып, жылқы бағып, жылқышы Сұлтан атанады. Балалар, түсінікті ме? Әлі түсініксіз ба? Керемет, бірақ Ғалымжан мен айтқым келеді, қарашы, жасанды интеллекттің бізге жасап берген бағдарламасы қазіргі заманауи балаларға, мультфильм, аниме көп көретін балаларға мынандай тәсіл айтыңыздаршы, ұстаздар, өтімдірек болатын сияқты, және менің ойымша барлық шығарманы осылай түсіндіріп берсек, балалардың қызығушылығы күннен күнге арта түседі деп. Оның үстіне Назерке, менің ойымша біздің біраз ұстаздарымыз, мұғалімдеріміз жасанды интеллектті қазірдің өзінде пайдаланып бастаған секілді. Үнемі заманға сай болып жүретін, креативі асып тасып жүретін ұстаздарымызға мың алғыс білдіргіміз келеді. Бір-бірімізге қошемет салып қояйық. Ал бізде одан әрі жалғастырайық. Иә, олай болса, құрметті ұстаздар, сіздердің құрметтеріңізге бүгін өнер адамдары келіп, өздерінің өнерімен құттықтап жатыр. Олай болса, сахна төрінде Децima ансамблі сіздердің құрметтеріңізге. Остазым бар сенің қасиетің, бәрі
Снова я пустыня без воды, наше нас обеспечит.
hey,